Сәлеметсіздер ме? Менің атым Руслан. Ал менің атым Мадина. Біз дәрігер болып адамдарға жәрдемдесуді армандаймыз. Сондықтан біз сіздерге біреу жарақат алса, не істеу қажеттігі туралы айтып бергіміз келеді. Мұртынан қан кеткен болса, сіз не істеуіңіз қажет? Жарақат алған адамды денесін алдына қарай сәл еңкейтіп отырғызу қажет. Мұрнына мұз немесе суық суға малынған матаның бөлігін қою қажет. Матаны әр 2 минут сайын суық суға малып отыру қажет. Жарақаттанған адамды мұрнын қолымен қысуды 5-10 минутқа қан кетуі тоқтағанға дейін және аузымен тыныс алуын өтініңіз. Егер қан көпке дейін тоқтамаса, міндетті түрде жедел жәрдемді шақырыңыз. 103 нөміріне телефон соғыңыз, немесе ересектердің телефон соғуын өтініңіз. Не істеуге болмайды? Басын артқа қатты шалқайтуға болмайды. Себебі қан көмейге түсуі мүмкін. Жарақат алған адамды арқасына жатқызуға болмайды. Барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Біреуге көмек қажет болса, біздің сабағымызды еске алып, көмектесе аласыз.